Ассалаумағалейкум, қадірменді кілем жуу қауым. Бүгін міне Кентау қаласы Олжа Клинер кілем жуу орталығына басшысы Рахымжан деген бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз кешеден бері қонақ қылып күтіп жатыр. Міне қазақтың жігіті осындай болу керек. Рахымжаннан үйренетін көп нәрсе бар екен. Негізі Раке, мен кеше өзім Түркістан қаласына түрік елінен ұшақпен қондым. Ракені күтіп алды. Рахмет, Алла разы болсын. Бүгін міне Кентау қаласындамыз. Бір апта бұрын менімен бірге Түркияға барып, бір апта бұрын мені ерте келді. Енді бірінші мынаны айта кетейік. Неше жыл болды жұмыс істеп жатқаныңызда бұл салада? 5 жыл болды осы салада жүргеніме. 5 жыл болды, иә? Есімде 5 жыл бұрын маған келген кезде әлі Ракеңнің тәжірибесі, опыты болмаған. Жаймен Аллаға шүкір, конвейерный машинамен жуатын дәрежеге жетіп жатыр. Раке, бүгінгі таңда былтырлары мен естігем, рекордыңыз 830 квадрат болған. Былтыр 2020 жылы. Биыл 2021-де неше квадратқа жеттіңіз? Сіз Түркияда жүрген кезде рекорд жасап қойыпты жігіттер, дұрыс па? Түркияда жасап 1000 квадратқа шықтық қой. 1000 квадратқа биыл. Қай айдамыз қазір? Биыл апрель айдың соңында 1000-ға шықтық қой. Қазір мына май айындамыз. Түркияда сіз жүрген кезде мына 1000 квадрат, ал Кентаудың халқының саны неше? 780 мың халық бар. Мына 780 мың халықта Ракең қанша конкурентіңіз бар? Бір 10-15 қаланың ішінде, Түркістан облысы бір 20-дай, 20-30-дай. Түркістан қоспай қойып, қазір Кентаудың өзінде қазір қанша кілем жуатын орталық бар? 10 шақты кілем жуатын орталық. 10 шақты кілем жуу орталығының арасында сондай бәсекеде сіз 5 жылдың ішінде 1000 квадратқа шығып отырсыз. Енді нешеден жуып жатсыз? Квадрат метрі 300 теңге палас, кілемдер 350-400 теңге материалына байланысты. 400. Тағы да осы Түркияда болғанда бағаны көтерем дегенде бір ойыңыз болды. Дұрыс па? Тағы да ары қарай көтерем деп жатсыз. Бәсекелестерге де осы жерден айта кетейік. Қараңыздар. Арзан жуып, еңбектеріңізді ақтай алмайсыздар. Иә? Дұрыс па? Қымбатырақ жуып, қайта табыс табудың орнына арзан жуып, бағана жеңіс алып отырсыздар. Иә. Енді, Раке, мысалы менімен бірге Түркияға бардыңыз, біздің үйде о жақта қонақ болдыңыз. Стамбул, Бурса, Измир. 3 қалаға бардыңыз. Үшеуі де үлкен өндірістік қалалар бұлар. Өндіріс жасайтын қалалар, промышленный, индустриальный қалалар. Негізі мынандай әңгіме болатын. Осы Түркияға бармай тұрып, сіз маған мынандай сұрақ қойдыңыз, Ереке, мен Түркістанды қосайын деп жатырмын. Неше квадратқа шығам дедіңіз сол кезде, ойыңыз? Бақаласам 2000 квадратқа шығам деген ой бар. Иә, мақсат бар, ой бар. Сол кезде сіз айтыңыз, Түркістан мен Кентаудың ортасында бір ауылды жерде үлкен бір 1000 квадраттық па, сондай бір цех соғып, екі қаланы жақсап бір қамтамасыз етем деген бір әңгіме болды екеніміздің арамызда, иә? Бірақ енді түрік еліне барып келдіңізде, ол видеоларды қосамыз. 200 квадрат бірінші этаж, 200 квадрат екінші этаж. Сөйтіп 400 квадратта қанша квадрат кілем жуып отыр екен көрдіңіз? Неше квадрат жуып отыр екен түрік ағайында? Түрік ағайында 1,5-2 квадрат жуып отыр. Иә, 1200. Да, енді сіз Кентау демей, Түркістан демей, ортасы демей, сол осы зданияның өзіне жігіттер кішкене қоя тұрын да, жігіттер. Айбек. Кішкене қоя тұрын да, видео жазып алайық. Осы жердің өзінде 3 этажға шығарып 2000 квадратты жууға көзіңіз жетті. Көз жетті. Иә. Ол біріншіден Қазақстанда жер қымбат, екіншіден материал қымбат, үшіншіден бағана қазір өзбек ағайындар да жоқ. Теп бағана соғып беретін жұмыс та қымбат болып жатыр. Иә, сол кезде сіз қазірдің өзінде бір 150-200 мың доллар экономить етіп тұрсыз ғой. Үнемдеп тұрсыз, иә. Мысалы, бағана Түркияға бармағанда сіз алдыңызға қойған мақсатыңызды бәрін орындайтын едіңіз. Соғатын едіңіз, дұрыс па? Иә, үлкейтем деп салатын деп ойлағанмын. Ал енді мақсатым қазір 2 этаж үлкейту болып тұр да қазір. Ол кезде мысалға жердің бағасы қымбаттап кетті. Біз енді бір жерде ұтып тұрғанбыз. Жердің бағасын ұтып тұрып, тем более коммерческий болғаннан кейін документ те өте қымбат болды. Сол үшін біз Түркияға барғанның пайдасы өте көп тиіп жатыр. Сол жағынан тәжірибе алды, Ракең. Тәжірибе алды. Иә, екінші жағынан оборудованияны енді мен сізге, ол жерге мен сізге бір оборудование сатуға барған жоқпын. Мақсаты болған жоқ. Менің мақсатым мына қазақ бауырларымыз әйтеуір бағана мен көрген шетелді, мен істеп жатқан тірлікті бұлар да бір көріп қайтсын деген ниетпен бірінші рет Рахымжан бауырымызды алғашқы рет шетелге мен өзім қонаққа шақырдым. Ал енді ол жерде мен сізге қанша заводқа бардым? Кілем жуатын емес, бағана құрылғы шығаратын қаншама заводтарға барды. Аттарын айтпай ақ қойып, әзірше
өзіңіз таңдауды өз қолыңызға бердім. Өзіңіз таңдаңыз, өзіңіз көріңіз, қайсысы ұнайды, мен соны сізге әкеліп беремін дедім. Бірақ енді мен алып барған заводтарымда тексерілген, атақтары бар, тарихтары бар, бүгінге дейін бағана жақсы сапалы құрылғы шығарған сондай заводтарға апардым. Үшеуіне, төртеуіне кірдік, үлкен-үлкен. Сосын бағана стиральный машина шығаратын. Екі заводқа бар. Екі заводқа барды. Енді ол жердегі стиральный машиналардың енді биіктігін көрсеңіз, енді КамАЗбен бірдей енді анау. Дұрыс па? 1 тонна бағана одеял жуса да, не жуса да бағана 1 тоннаға дейін жуатын кір жуғыш машиналарды көрдік. Иә. Раке, жалпы енді түрік елінен әсеріңіз қалай? Әсер жақсы алдық. Енді мынау крем жуу саласының көп нәрсені өзім мысалы көзім жетті. Тек қана ел көргеннен кейін мысалы даму жағынан көрдім. Қалай жұмыс істеп жатқандарын көрдім түрік ағайындардың. Бір жағынан оборудованиеді көрдім. Негізі көп нәрсені білмейді екенбіз. Оқа барып мен көп нәрсе түйіп келдім. Мысалы 10 күн болып, 10 күнде мысалы өзіме инвестиция салдым деген есеппен. Өз-өзіңізге инвестиция салды. Инвестицияны біреулер ойы тек қана оборудованияға, тек қана бағана басқа жерге зданияға салады деп. Инвестиция деген бірінші адамның өзінен басталады. Өте дұрыс айтады. Кәсіпкер екен, осы жерден бағана тәжірибелі кәсіпкер екенін байқауға болады әкеңді. Сөйтіп өзіме жақсы не алдым, инсайт алдым. Жақсы нәтижесін көріп жатып, мен соны құдай қаласа, алдағы уақытта соны іске асырам деген ниет бар құдай қаласа. Өте керемет. Онда біз Раке мына жерге қарай өтіп, қараңыз. Мен мына жерге өтейік ішке. Мына жерге өтейік. Баспасы ма? Мына жерге әдейі өттік. Сіздерге қазір объемды жасап тұрып көрсетеміз. Мүмкін бағана видео әсерлі болсын деп, Ерекең мына жерде бағана артық қосқызып, Ракеңе айтқызып жатыр деп ойлап жатқан шығарса, Алла сақтасын. Арбау өтірік алдау жоқ. Рамазан мүбәрак Рамазан айындамыз. Ракеңді ауызы жабық дегендей. Қараңыздар, мен өте өзім өкінбеймін. Мына досың танысаң дейді, адам баласын танысаң дейді, жолға бірге шық дейді. Сондай бір сөз бар қазақта, Ракеңмен шықтым, мен өзім де жақсы әсер алдым бұл жігіттен. Неге? Кәсіби көзқараспен қарай алады. Мысалы, өзіміз де кәсіпкерміз ғой. Сондықтан екеуміздің бағана неміз көзқарасымыз сол жерде шетелде бағана сәйкес келді. Көп нәрсені отырып, бағана өндіріске қарап, таңсанып, екеуміздің бағана сұхбат құрған нелеріміз көп болды. Талқылаған жерлеріміз көп болды. Сол үшін мен де Ракеңе өте ризамын. Мен де үлкен рахметімді айтамын. Осындай бағана біздің крем жуғыш орталықтардың арасында осындай атып шыққан жігіттер бар екеніне мен өте қуаныштымын. Әр қазақ баласына мен осылай кішігірім болсын бір көмегім тисе, оны ары қарай алып кетсе, мен соған бақыттымын. Әрине, маған да біреу көмектесіп жатса, мен де қуаныштымын. Ал енді Раке, видеоны қатты ұзатпай қойып, сіздің объемыңызда қарсы болмасақ, Түркістанға кіремін деп жатсыз. 10-15 сіздің мына жерде бәсекелес конкурентіңіз бар дейсіз. Соларға бір көрсек, сыр болмаса. Сосын біздің сұранысымыз оларда бағаны көтеріп, сіз сияқты оларда жетістікке, табысқа жете берсін. Сол ғой ниетіміз. Мысалы, конкурент деген ол бір дұшпан емес. Конкурент деген бағана бір жаман адам емес. Олар да өзіміздің бағана ағайын бауырларымыз. Олар да өссін, олар да өнсін, олар да табыс тапсын. Бірақ 250 теңге деген, 200 теңге деген бағаны қойайық ағайын. Әрине, кәсіпсіздердікі қымбат жуам десеңіз де, арзан жуам десеңіз де, бірақ Ракеңнен кішігірім болсын, өнеге, пример, неге алмасқа? Ал енді камераға өзім өтейін. Раке, қараңыз, мына жерде примерно сіз профессионалсыз ғой. Кезінде біз крем жуған кезде осындай объем бар деп көзбен аты салатынбыз. Мына Расул деген жігіт, мен кезіндегі жақында, Раке, 2013-2014 жылы мына Расул деген жігітпен $130,000, мына сіздерге доказательство, $130,000 салып, инвестиция жасап, Алматыда ең бірінші крем жуатындардың қатарына біз кіргенбіз. Енді біз бірінші болмасақ та, сол ең біріншілердің қатарында болдық. Бірге сізбен, дұрыс па? Ракең қосылды, мен қосылдым, $130,000 салып, енді жұмысты бастаған кезде бізге ақыл айтатын ешкім болған жоқ ол кезде. Үйрететін ешкім болған жоқ. Бізді Түркияға біреу апарып, бізге бағана климаштық жасаған ешкім болған жоқ. Расул, өзің айтшы, мына жерде объем қанша клем бар деп ойлайсың мына? Мына жерде ма? Мына жерде мен ойымша жоқ дегенде $800 жатыр ғой мына жерде. Мына жерде ма? Жоқ дегенде $800 жатыр. Мүмкін. Енді мен де қателесу мүмкін, мен көп болды, мен де клем жумағаныма. Ракеңнің өзінен сұрайық. Раке, қанша квадрат бар деп ойлайсыз осы жерде? Мына видеоны көріп жатқандар да астына жазсын өз ойларын, қанша квадрат бар екен. Арада 1200 квадрат клем бар ғой. Мына жерде 1200. Раке, 400 квадратқа қателестіңіз. Менің ойым неше болды деп айтайын ба? Бір 600 квадрат деп айтатын едім менше. Менің ойым сондай болған негізі. Ал енді қараңыз, мына жерде неше квадрат бар мысалы, қараңыз. Расул, сен айт. Бұл жерде 300 квадрат жатыр ғой.
300 квадрат дейсіз ба? Мына видеоны көріп отқан жігіттер тоже комментарийларға видеоның астына жазсаңыз болады. Раке, өзіңіз айтыңызшы, неше квадрат бар мына жерде? 300 бар. 300 бар. О, мына жерде дұрыс айттың. Мына жерде 1200, мына жеріңіз 1300, сонымен болды 1000 квадрат. Енді ары қарай, так, мына жерде қыс айларында келіп тұресіз. Мына кезінде бізден алған бағана осушителіміз, турецкийіміз. Жақсы, ары қарай жүрейік. Мына кезінде өзіміздің оборудование ғой, роторымыз ғой. Полат редуктор. Жақсы. Енді кейінірек қатырып соғып аласыз ғой, енді екінші, үшінші этажда, бағана түрік ағайындардан көрген нелеріңізді. Так, мына жерде қазір мына жігіттердің өздерінен сұрайық, тоқтаңыз. Есіңіз кім? Айбек. Әбеке, келіңіз мұнда, мына мына жігіттер жұмыс істейді. Мына жаз айларында келіп беретін сушаңыз, мынаны біздің видеолардан, өзбек ағайындардан көріп, сотка труба дейді мынаны, азбисовый. Мына біздің менің түсірген қазақша каналымнан көрдіңіз ғой, дұрыс па? Сол жақта Шерзат ака деген менің Өзбекстан қаласында Карпакстың өндірісі бар, соның басшысы, менің әріптесім, серіктесім, сол кісінің бағана ойлап шығарғаны азбисі. Бұнда пайдаларын кейін басқа видеода айта кетейік. Ал жігіттер, мына жерде ілініп тұрған неше квадрат бар? Кім айта алады? Әбеке, сіз айтасыз ба? Неше квадрат бар мына жерде? 600 бар ғой. 600 бар. Мынаның бәрін қосқан кезде 600 ба? Жинап қойдыңыздар. Негізі жинамаған кезде қанша болатын еді? Бүгін ілген кілемдеріңіз, кеше ілген кілемдеріңіз. Бұл жерге 600 ғана сияды ғой. 600 сияды, ар жағы бар, сонымен 1000 квадрат сиіп жатыр, ар жағымен қосқан кезде. Жақсы. Мына жерде уже бүгін кететін кілемдер, дұрыс па? Бұл жерде неше кілем бар? Кім айта алады? Видеоны көріп жатқан жігіттер, ойларыңызды аянбай жазыңыздар. Упаковка жасап болған екен. Бізден келіп жатқан пакеттер ғой, Алматыдан, тайғанайтын пакеттер мыналар. Кім айта алады, неше квадрат бар мына жерде? Бұл жерде пока толық жиналған жоқ. Толық жиналған. 300 квадраттай бар, Бүгін мысалы тарататын кілемдеріңіз неше квадрат болады деп ойлайсыз? Бүгінгі таратылатын кілем. Бүгін таратылатын кілем 400 ғана. Так, Ракеңнің бір сөзінде 1200 квадрат, 1000 квадратқа шықтық деді. Жарайды, 900-800 болсын. Сіз 400 деп отырсыз. Неге 400? Сол жерін айта кетсеңіз. Бұл толық жуылмады да, толық. Барын өткізеді. Үлгергеніңіз 400 болып тұр, дұрыс па? Үлгергенде не болады, техника ғой, машинка. Келгіз бұзылады дегенде сол ремонты бар. Енді үлгермей жатсыз, жарайды. Әке, сіз енді бағана Түркия елінде бағана айттық қой, 10 щеткалық, бағана Сарыағашта Жәкеңнің оборудование сияқты бір мықты оборудование аламыз. Неше квадраттық болсын дедіңіз? Бір күнде 8 сағат неше квадрат жуатын оборудование болсын дедіңіз сіз? 1,5-2 квадрат. 1,5-2 квадрат, Мұны соған лайықты істейтін аппарат болсын дедіңіз. Шөткісі көп болсын деді. Тапсырсыңыз, маған деген тапсырсыңыз сондай болды. Дұрыс, жақсы. Ары қарай, мынау чектеріңіз, жарайды. Жақсы. Басқа, Раке, енді так, Әбеке, осы жерде неше болды жұмыс істеп жатқаныңызда? Кілем жуу орталығында. 3 жыл. Олжа клинерде 3 жыл болды Кентау қаласына, дұрыс па? Қазіргі таңда қандай шампунмен жуыватсыз? Карпакс Актив F7. F7. Тағы да қосымша не қосып жатсыздар оған? Қосымшаға белвиші қосылады. Экстрим, Экстрим қосылады. Жалпы қалай, көңіліңізден шығып жатыр ма? Шағымдану бар ма? Шағым жоқ. Мен енді алдыңызға мен кеп тұрмын енді. Бүкіл айтатын нәрсе маған айта берсеңіз болады. Жоқ, шампуныңызда әңгіме жоқ, шампуныңыз жақсы жұмыс істейді. Істейді? Жақында мына Альфа деген шампунымызды формуласын өзгерттік, күшейттік. Бағана түсін ақ қылдық. Иісін де өзгерттік. Тексеріп көрдім. Ол да жақсы. Актив F7-ден кем емес. Кем емес, бағасы да әрі арзан. Жарайды, ол жайлы бөлек видео түсіреміз. Жалпы қалай біздің Карпакс мекемесі, Карпакс маркасына көңіліңіз жалпы толып жатыр ма? Көңілім толып жатыр. Жақсы шампундарымыз. Жақсы, рахмет Әбеке. Іске сәт сіздерге. Жақсы. Ал, Ракең, жаз айларында не қылады екен? Осы жерде склад ретінде қолданасыз, бағана шампундар, сондайлар қоясыз. Жаңадан шыққан Кентау, Рахымжан деп жібергеніміз, Альфа F1. Бұның түсін бәрін өзгерттік. Мұны ақ түсті болады екен. Ақ түсті. Бағана ашылмаған F7, мұны Кентау, Рахымжан. Мұны пакеттер бізден келіп жатқан. Мыналар бағана канистраларымыз, ағартатындар, дақ кетіріштер, парфюмдар. Тура біздің склад сияқты болып қапты ғой сізде. Бізбен кем соқпай тұр ғой складыңыз. Жақсы. Ал тағы да бағана мәшинеші бар дедіңіз ғой. Көрсек мына жерлер, бәрі кілем. Кезінде бізден алған бағана осушителіңіз. Ал енді мәшинешінде де кілем бар дедіңіз. Сол жерде көрсетіп жіберейік,
ағайындарға. Ракет, міне кезінде мынау баллонмен кеп тұрген күндерде болды, бағана осушитель алмай тұрған кезде, дұрыс па? Сосын түсіндіңіз ғой, бұның бағана күшінің шамалы болғаны, жеткіліксіз болғаны. Одан кейін барып, мынау осушительге өттіңіз, дұрыс па? Иә, вентилятор қойдыңыз, міне, настенный вентиляторлар. Бұлар енді міндетті түрде керек нәрселер. Ішін полностью обшивать етіпсіз, міне. Керемет, жақсы. Так, Раке, негізі мынау тарататын машиналарыңыз ғой, иә? Раке, неше машина көлік бар бағана кремді тарататын? Негізі 4 машинамыз бар. Қазіргі таңда 3-і неде жүр, заявкада жүр. Біреуі кешеге келген заявка. Ал, бұны да көрейікші. О, машалла, машалла. Мұның ішінде қанша квадрат бар сіздің енді неңіз? 200 квадрат крем бар ғой. 200 квадрат, өйткені үлкен кремнің өзі же 24 квадрат қой бұл. Машалла. Міне. Қадірменді ағайын, қазақ бауырлар, міне Олжа клинерға кеп отыр. Көңілім толып, өзім қуанып отырмын. Өзім крем жуғандай. Табыстың бәрі тек қана өзім сияқты болып қуанып тұрмын жерде. Өйткені әр қазағымның табысы менің табысым деп мен өзім қуанам. Міне жақында 20 ай бұрын бізде міне Карпакс деген шампуньды шығардық. Рәке міне жуатсыз 21 ай болыпты. 30 мемлекетте біздің өзіміздің бағана неміз бар екен. Өкілдігіміз бар екен. 3 мемлекетте өндірісіміз бар екен. Алматы, Қазақстан, Ташкент, Өзбекстан және Измир қаласы Түрік елінде. Міне 3 қалада 3 мемлекетте өндіріс және 21 айда 30 мемлекетке міне беріп, бізде дамып жатыр. Сіздердің арқаларыңызда. Я, сіздерге деген үлкен алғысымыз шексіз енді. Үлкен рахмет. Біз дамып жатсақ, сіздер де дамып жатсыздар, сіздер дамып жатсаңыздар, сіздердің арқаларыңызда бізде дамып жатыр. Енді міне Олжа клинердің алдында бір селфи түсейік сізбен бірге. Видеоны көріп жатқан ағайындар да көрсін. Түсіп жатыр ма мына Олжа клинер деген міне. Атының өзін Олжа деп қойдыңыз. Ырымдап қойдыңыз, дұрыс па? Қазақ енді кішкене ырымшыл ғой енді. Олжалы ойын деп. Олжалы ойын деп. Бақыласы. Міне соның нәтижесі, еңбектің бағана нәтижесін міне көріп жатыр. Өздеріңізбен бірге. Ешқандай жасанды еш нәрсе жоқ. Міне бір селфи түсейік. Рәкемен бірге. Осылай. Міне, Рәке.